Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сендермен дүние тарихы пәні бойынша ұлы жібек жолы шығыс пен батысты қалай байланыстырды тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта ұлы жібек жолы бойындағы мемлекеттерді анықтайсыңдар. Ұлы жібек жолының сауда, экономикалық, мәдениет, саяси байланыстарын сипаттайсыңдар. Енді сабағымызды бастамас бұрын ой қозғау әдісі арқылы мына екі сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші, ұлы жібек жолы дегеніміз не? Оқушылар, ұлы жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырған ұлы керуен жолы. Екінші, қазір ұлы жібек жолының тармағы бар ма? Оқушылар, ұлы жібек жолы бойындағы орналасқан мемлекеттерде сауда қарым-қатынасы өте жақсы дамыған. Жолдың аты жібек саудасы байланысты шыққан. Жібек халықаралық саудаға шығарылғанымен, оны өндіруді Қытай үкіметі өте құпия сақтаған. Соған қарамастан, оны өндірудің тәсілін Қытайдан жасырын түрде алып шыққандар болған. Жібек құртын қуыс қурайдың ішіне тығып, әйел адамдардың шашының арасына жасырып алып шықса керек. Содан жібек өндіру біздің заманымыздың алғашқы кезінде Византия, Соғды сияқты елдерде де жүзеге аса бастаған. Ұлы жібек жолы бойындағы сауданың дамуының арқасында бүкіл дүние жүзінде жібек шаруашылығы және де басқа шаруашылықтың түрлері дами бастады. Ал ұлы сөзінің қосылуы жолдың кең байтақ шығыс өлкелері мен батыс өлкелерін қосып байланыстырып жатуынан, жол бойындағы елдердің тіршілігін жандануынан, сондықтан бұл жол ұлы жібек жолы деп аталады. Жібек матасы Қытай жерінде біздің заманымызға дейінгі 2750 жылы жасалған. Ал оның сауда жолына шығарылып сатыла бастағаны немесе айырбас саудаға түскен мерзімі біздің заманымызға дейінгі 5-2 ғасырлардың аралығы. Жібек жолы халықтар арасындағы сауданың дамуына ғана пайдасын тигізген жоқ. Ол шығыс пен батыс елдерінің арасындағы халықаралық дипломатиялық қарым-қатынастың дамуына да әсерін тигізді. Ұлы жібек жолының жандана бастаған кезі біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырдың ортасы. Қытай императоры Удей 138 жылы батыс елдеріне аттандырған елшілік 10 жылдан кейін оралған. Осы кезден бастап Қазақстан, Орталық Азияны басып, батыстағы елдерге қарай жібек артқан керуендер шығып, керісінше батыстағы елдерден Қытайға қарай елшіліктер ағыла бастаған. Жібек жолымен діни сенімдер де тартылды. Әр алуан дін уағыздаушылары өздерінің діндерін теңіздің арғы бетіндегі елдерге де ала барды. Үндістаннан Орта Азия мен Шығыс Түркістан арқылы Будда діні, ал Сырдариядан Иран мен Арабтан әуелі христиан діні, артынша ислам діні таратылды. Зерттеушілердің пікірлеріне қарағанда, Будда діні Қытайға Үндістаннан Орта Азия арқылы енген. Бұл діни ағым біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырдың орта шенінде тараған. Шығыс Түркістан мен Қытайда Будда дінінің таралуында Орта Азиялық діни хадисшылар мен дін уағыздаушылары, әсіресе соғдылар мен парфияндар, қаңлылар маңызды рөл атқарды. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзендерінің аңғарындағы аудандардан басталды. Ол ұлы Қытай қорғандарының батыс шетінен Іле өзені мен Ыстық көлге жетеді. Жол осы арада батысқа және солтүстік батысқа қарай шығу үшін оңтүстік, солтүстік бағыттар болып тармақталады.
оңтүстік бағыт Ферғана, Самарқанд, Иран, Ирак, Сирия, Жерорта теңізінен шыққан. Ал солтүстік бағыт оңтүстік Қазақстандағы Испиджаб қаласына келіп, одан екі тармаққа бөлінеді. Біреуі Орталық Азия қарай, екіншісі Түркістан арқылы Сырдарияның төменгі ағысымен батыс Қазақстанға шығып, Қара теңізді солтүстік шығыс жағынан айналып, Европаға қарай бағыт алған. Алайда бұл көрсетілген бағыттар тұрақты болды деп айтуға болмайды. Ол халықаралық саяси жағдайға байланысты өзгеріп отырған. Бірақ та мүлде өзгеріп, басқа арнаға түспеген. Жағдайға байланысты бұрынғы жолдар қайта жанданып отырған. Қазақ жері батыс пен шығысты қосып жатқан орталық болды. Ал Қазақстанның оңтүстік шығыстағы жетісу жері шығыстың шығатын негізгі қақпаға айналды. Енді балалар, бүгінгі тақырып бойынша тапсырмаларға көшсек. Бірінші тапсырма: кескін картаны қолданып, Ұлы Жібек жолында орналасқан мемлекеттерді белгілеңіз. Енді жауабын тексеріп көрелік. Қытай, Иран, Испиджаб, Еуропа елдері. Ұлы Жібек жол туралы мағлұматтардың ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыз. Ұлы Жібек жолы ежелде лазурит, нефрит, құндыз жолы деп аталған. Ақиқат. Жібек жолы Еуропа мен Азияны жалғап жатқан. Ақиқат. Ұлы Жібек жолы Қазақстан аумағымен өтпеген. Жалған. Ұлы Жібек жолы бойымен тек қана алтын, күмістерді тасымалданған. Жалған. Тарас, Сауран, Испиджаб қалалары Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан. Ақиқат. Енді үшінші тапсырмаға көшетін болсақ, сөйлемді аяқта әдісі арқылы Ұлы Жібек жолы бойындағы сауданың дамуы туралы ой тұжырымдарыңды жазыңдар. Ұлы Жібек жолы бойында сауданың дамуы арқасында жібек өндірісі, тоқымашылық, қолөнер түрлері дами бастады. Жаңа қалалар пайда болды және дамыды. Әртүрлі діни ағымдар тарады. Өнер дамыды. Экономикалық, мәдени, дипломатиялық қатынастар дамыды. Кері байланыс. ББ әдісімен білдім, білемін, білгім келеді. Енді осы тақырып бойынша не білдім, не білемін, не білгім келеді, дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Үйге тапсырма: батыс пен шығысты байланыстырған дәнекер жол тақырыбында шағын эссе жазыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.